Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Екінші сынып қазақ тілі. Бөлім атауы салт дәстүр. Сабақтың тақырыбы тігінші мен ай. Сабақтың мақсаты: тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, диалог құрастыру және сөйлемдерді толықтырып жазу. Жаңа сөздер: ерте, ерте, ертеде. Тігінші, кішкентай ай, үлкен ай. Көйлек, көйлек тікті. Ренжіді, күн сайын. Ерте, ерте, ертеде. Тігінші, кішкентай ай, үлкен ай. Көйлек, көйлек тікті. Ренжіді, күн сайын. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтып үйренеміз. Тігінші, кішкентай, үлкен, көйлек тікті. Ренжіді, күн сайын. Қандай керемет, қандай сұлу. Сұлулығын айтсаңшы, тіл жетпей. Сәл өссін, бізге серік болады. Бізге серік болады. Ой, қандай ән, қандай ән. Ақырын. Сендер немене естімейсіңдер ме? Жақынырақ барайық. Жақынырақ барайық. Шапшаң етіп киім тігіп беремін. Өлчеп пішіп киім тігу өнерім. Адам көрін көркейтем, жетіп өлчеп біргесем. Менің атым тігінші, тігіншімін білмесем. Қайлайлау қалалау, қайлайлау қалалау. Достым, тағы бір ән салып берші. Ән сенің қай жеріңнен шығады? Айтшы, әнді қай жерге тығып қойдың? Мұнда ма? Онда емес. Әлде мұнда ма? Сол жақта. Әдемі көйлек тікші. Көйлегіңді піш, әніңді
Қандай әдемі көйлек. Киіп көрейінші. Ой, мұны тарлау ғой. Қаны қай көрейін. Ақымағым ол қалай киді? Қандай есі? Ой. Көйлексіз қайтып жүремін. Ой! Керек. Келесі тапсырма тыңдалым тапсырмасы. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Ай кішкентай болды. Тігінші айға көйлек тікті. Ай күн сайын үлкейді. Ай көйлекті киді. Көйлек айға кішкентай болды. Ай ренжіді. Тігінші мен ай мультфильмі маған ұнайды. Дұрыс айт. Тікті, ренжіді, күн сайын. Бірінші тапсырма айтылым тапсырмасы. Сұрақтарға жауап беріңіз. Алдарыңызда көріп өткен мультфильмнің мағынасына қарай сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Ай қандай болды? Тігінші не істеді? Ай не істеді? Келесі тапсырма жазылым тапсырмасы. Сөздерді ретімен орналастырып, толықтырып жазыңыздар. Ай, киді, кішкентай, күн сайын, тікті, ренжіді. Кішкентай болды. Тігінші, көйлек, ай сөздерін қолданып, суретті сөздердің орнына сөйлемдерді толықтырып жазыңыздар. Ай кішкентай болды. Тігінші айға көйлек тікті. Ай көйлекті киді. Ай үлкен болды. Көйлек айға кішкентай. Ай ренжіді. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деген ойдамын. Келесі тапсырма айтылым тапсырмасы. Сұрақтарға жауап беріп өтіңіздер. Ай қандай болды? Тігінші не істеді? Ай күн сайын қандай болды? Ай нені киді? Көйлек айға қандай болды? Ай не істеді? Кел жаттығайық айдары бойынша өлеңімізді оқиық. Ай сұлу мақтанды, көйлекке шаттанды, толысты сыймады, сонда да қимады. Бәріміз менімен бірге қайталаймыз. Ай сұлу мақтанды, көйлекке шаттанды, толысты сыймады, сонда да қимады. Есте сақта айдары. Тігінші көйлек тікті. Көйлек айға кішкентай болды. Ай ренжіді. Ал балалар, осы сабақта біз ертегімен таныстық. Ол не туралы болды? Дұрыс айтасыздар балалар. Ертегі
тігінші мен ай туралы болды. Жарайсыздар балалар, өте жақсы. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.